Сенің ұбыты тапсырған досың. Прикинь, 3 телефон алып керем ғой, короче, үшеуін де алып қояды ғой. Қасыма жақсы оқитын бір қыз отырып қалады да, 2 сабағын белгілетіп алам, қалған науға тұрғасын. Тура камераның алдына отырып қалам ғой, қимылдатқызбайды ғой, ойлашы. Туалетке кірем да, шпорымды қарап аламын да, бір сабағымды ше, шпордан. Сөйтіп шығып қалсам, тура алдында комиссия тұр ғой, алып кел шпорыңды деп қояды ғой. Я бұны 100-ден асады ғой, бір где-то 103-105 бар ғой, смело. Комиссия апай айтады ғой, короче, шпор пайдалана беріңдер, бірақ камера көп болмаса болды дейді ғой. Артында отырып алып, шпор бергесін. Прикинь, ойлашы, математиканы тарихқа белгілеп қоямын да, тарихты математикаға белгілеймін ғой. Тарихым 20 шығып кетеді, математика бытшыт болып жатыр ғой. Орыс тілге бәрін А деп белгілей саласың ғой. Жоқ дегенде 4-еу дұрыс шығады ғой деп ойладым мен. Таңертең бәріміз жиналамыз да мектепке, ары қарай мешітке барғансың, одан ары қарай УБТ-ға барғансың. Тексеретін апай бар ғой. Тура менің қасыма тұрып алған ғой, до конца кетпеді ғой. Че там, досым, УБТ не болды? Қойшы, ауылға барып спытуға ма, педколледжге ма тапсыра салам. Мектебім сағынышы. Орманда адасқандар. Hello? Everybody here? Here, teacher. Shit! Oh shit! Shit! Oh my god. Hello. Hello! Come on, baby. Come on. Сендер бұл жерге бекер келдіңдер. Неге? Мана көтің тасқа еге. Сымана камеди темет деп шашап кеттім, қазақша айта берем. Сендер мына жерден өту үшін мен күлдірту керексіңдер. Смело ғой, смело. Бізде Қазақстанда коронавирус бар ғой, тек суббота воскресенье ғана. Шындай! Шығармайтындарың жоқ қой, кетіңдерші. Өтші бар. Шындай, кетіңдерші бар. Жігіттер! Жан тұрған үміттер, все изменит один день, көтіңді көтеріп, не сможет тебя удержать на высоте. Хочешь много денег, и даже... Сенің кайфарик досың. Ғабит бәріміз ғой 10 мың теңгеден шығарамыз, кайфойт етеміз ғой. 9 күн ішкесін ғой қатарынан. Ішіп отырып бәріміз сөйтеді, бір ұратан келіп, тарт деп темекі береді, аламда бір тартамда жоқ болып кетемін ғой, ойлашы. Не берген ғой? Инстаграмға кірмейсің, не? Қой, Инстаграм емес, Баду, Биго Лайф, друг вокруг тұрғанда Инстаграм қызық емес. Үшем, артынан арақ ішем, артынан коньяк келеді. Жоқ болып кеткесін ғой, ойбау. Бір есін жинасам көктөбеде жүрмін, көз кетіп қалған ше. Бағалармен ішіп жатыр ше. Мас болмаймын ғой, бір қайға кетіп отқан білмеймін ғой ше. Айтпесе 9 бұдылық ма ішіп тастағанбыз ғой ше. Кесің ғой, ішіп алсам ақ көңілмін ғой ше. Ішіп алып кеше өш қапшы дос балама телефон подарок етіп жіберген ғой. Телефон жоқ еді, телефон емес, бір звонок жасап қойшы. Брат. Алло. Че там? Бастап кеткенсіңдер ма не уже? Қазір Бірінші потоктан шыққандардың әңгімесі. Бірінші поток қиын болады өзі. Кайф, ертең қалған потоктарды көруге барамыз. Бүйтіп жүрейін деп тұрсың ғой неқта. Шыға салып шпорлар тегін таратпай сатқансың ғой бәрін. Қайдан білсін, одан дым шықпайды. Бірінші поток тексерсең ең бірінші мен өтем ғой бүйтіп енді деп қарамаса екен, пробный енді екеуі бір екен ғой. Ең бірінші кіріп, ең соңғы шыққансың ғой. Үсті апайлар до конца отыр дегенеге отырдым ба? Шығам ғой. Қалған потоктар бәрі үйіліп жиналып тұр. Бәрі кеп қалай болды, браттар, қалай болды деп. База ауысып кеткен деп айттым ғой аналарға. Деп қалдым. Өзің қанша алдың? 29. Уақыттың қалай өткен. Кіре беріңіз, келесіз. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Докторсыз ба? Жоқ, моделін көріп тұрсың доктор екенді. Аға, мен соңғы кезде андай тәрбиесіз болып жүрмін кәдімгідей. Бір түрлі болып жүрмін, соны емдеп бере аласыз ба? Иә. Көтің сия. Айтып тұрмын, осындай болып жүрмін кәдімгі. Ау? Көтің дәу. Сен көсей болың? Қойсаң, қойсын, қойын бағы өзім. Онда түсініксіз. Мен тәрбиесіз кәм нағылет етіп жүрсің, нағылетсіз. Міне, нағылет етіп кеткен мен аға, мен осыны емдеп берікші аға маған тез. Болды ғой, емі бар ғой, мен нөмірді ал. Бұл нөмір не істеймін? Райондағы братымдан нөмір ғой. Жағын қарсы жүріп, соны өзің қоясың. Сол емі сол. Иә саған. Давай, бля, А? Ампулдар! Не сәлем келін? Үші түрлі адам келеді. Айгуля. Мұрныңды әдетіп көтті ғой. Кофе. карантинде далаға шыққандарға 3 миллион теңге штраф саламын деп жатыр. Шына үйді сатып құтыламай жүрмейтін. Ана шешең жас кезінде менің артынан жүгірген. Қой, алдында мама сөйтіп айтқан, сіз жүгірт деді ғой.
Шешеңе сенесің бе, маған сенесің бе? Ма сендей жасында мен әкем шөпке апаратын. Сол шөп 4 км, 5 км шөп бір өзім басып жібердім. Ой, сендей жас. Мынау жануардың желі бар дейді жаңа. Бүгін нешінші күн? Бірінші күн ғой баба. Бүгін адам аз болды. Баняға барамыз, кейін коммуналдық су 12 теңге бапты. Светті өшіріп жүріңдер. Әкелер энергиясы дейді істей ма? Папа на, қақайын шешіп отырсың. Бүгін бажам келемін деп. О, қойсыншы папа оны 100 грамм. 100 грамм. Күш отырып кішкентай ішеміз şimdi. Сәуле, ана тыққан арақтарын шығармайсың ба? Қарындас, танысуға бола ма? Ойбай. Қандас, не olsun қазір? Айттым, дайындалу керек деп. Сен неге барам мен ардына? Ұнайды маған жесткость. Қинаш мені. Жаным бауырым, мен тілеймін арман. Барлық үйдің светін жағып қой. Әкең светтің бастығы ғой. Как дела, Людмила? У меня отличный, ты такой клубника. Может, сегодня увидимся? Полдгы, жди меня. Ассалам, Людмила. Привет. О, Людмила, твои руки как бархатный крем. Знаешь почему? Потому что не сенсио. Из-за тебя я изменил стиль. Оцени носки, оцени туфли. Ой, где ты такой милый? Я милый? Я в детстве дофига милый был. Мила, кстати, я тебе купил подарок. Қолтыққа шашатын, шаршасаң шаршаған басатын. Ты такой веселый? Үнемі күліп жүреді, жыныма тисең ұрып жіберем. Медет, мне все понравилось. Я домой хочу. Может, меня отвезешь домой? Мас, таксиге ақшаң жоқ па не? Ты что себе позволяешь? Отвези меня домой, дурак. Людмила, қойшы ойнап атсың. Жан, давай жүр, шөпке романтиктер ұқсап отырайық. Қой, сен кір ғой? Қалай кір ғой, жүр. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to play beat to on these lonely. Жан, мен саған бірдеңе айтуым керек, екеуміз. Жан, қолың сасып отыр. Не нау? Нормально ғой? Қандай нормально, Жан? Өзің айттың ғой, шөпке отырақ дейін. Айт дегенімді айтып беремін, биле десең де билеп көремін, осындай күйде тосылмай бей. Дарайда, қарындасым, не істеуші паркте мен саған? А я сама знаю. Ты знаешь, потому что... Тоқташ, мен саған айтып отырмын. Қазақша айтшы, қазақша. Аға, Түсінем ғой, я. мен өстім. Мен өзім білем, кальянды шегемін. Күні бойы қыздармен қыдырамын. Менің жігітім болады енді. Болды. Мен ақмақ емеспін, сен де қызың бар, сен түсіну керексің. Мен өзім білем, мен өстім. Мүмкін сенге дұрыс шығар, қарындасым. Мен сені қадағалап жүрмін ғой, уайымдаймын енді, білесің ғой, аға ретінде. Жаныма шейін ренжіме енді. Енді абайлап жүр барынша, хорошо? Өстім дейсің ба? Кальян шегесің ғой. Қаратып бар жанағын. Привет, қыздар, қалайсыңдар? Танысуға бола ма сендермен? Нет, нельзя. Қайттық мен. Мансар, қайда барасың? Өзінің ана тілінде сөйлей алмаған қыз, менің анам сыйлайды дейсің де. Ана тілін қайтесің? Соска қыздар ғой? Бірақ давай танысайық. Девушка, это место пустой, да? Ну да. Сердце тоже, да? Қай елдің қызы болдыңдар? Үйті қошасыңдар. Сенің мамбет досың. Түймеңді ілдірсен, я anu. Жоғи, қыздарды сындырасың ғой. Сүрш, братан, силовой жасаймын.
Қойшы, жуашқа да жүрсің ғой, түші. Бәрібір емес. Білә. Қарындас, таныспадық па? Қойшы, кішкене мәдениет тұсашы. А чё менің жанымда жүргей аласың ба не? Ашкең шешсе күн жоқ қой. Жоқ, просто дески тұрады деп өзім ше. Қойшы емес, қалып кеткен заттар ғой. Нормально. Бір рэперский кепка алып алу керек, мынаның үстінен жынды кететін сияқты. Туфлимен кетіп, бір ақ носки алып алу керек. Братан, былай сөйлесіп тұрғандай болам, фотоға түсіріп алшы. Уақыттың қалай өткенін You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be home А почему именно осы ресторанға келдік? Ужасно, смотри, какой здесь вид классный. А еще кухня очень вкусная. Ну да, вид хороший. Может, тамақ ішесің, қарның ашты ма? Тамақ ішсейші? Можно мне, пожалуйста, фетучини с курицей с крабами, греческий салат, бутылку Хеннесси, макала. Также можно на десерт чизкейк. Айналайын қарағым қара қасың қос иықтап Үйіне тамақ ішіп келмейсің ба не? Ашсың ба? Бәрін заказ бер. Туалетке барамын. В смысле ты в туалет? А что ты с сумкой идешь? Үйдегі туалетке барамын. Пока. А кто счет будет платить? Айналайын Алло, Мәриям. Ау, Азар. Осы сені көрген кезде неге уақыт тоқтап қалды? Алло. Алло. Әсема. Ау. Осы сенің тілің неткен нәрсе ме еді? Рахмет. Жоқ. Мен сер жігітке қалай қарайсың? Білмеймін. Алло, мама. Ау, балам. Сіз дегенде сердце 80 рет стучит қой. Я кәмелеттің баласы сен тағы ішіп алғансың ба? Жоқ. Қайда жүрсің? Ішпеген мама. Татуаждап қара қас биді айырады мына қарындас билегенін көрген сәт Бажеке, Айсұлтанға да бір ай болыпты ғой. бір ай болды. Бажеке, қарның кетіп, денең шығып, кәдімгі нормально оқып Ой, жақсы қойды. Күнді түрек көрдім ғой, отжимание, приседание деген бар емес, бәрін ұрдым ғой. Оны иықты барып, мынаяға тірестірем, мынан барып, мынандай болады, мынау бұлай качок жер көріп тұр ғой. Маған да Бажеке, ішті кетірім ол. Кетірім ол болмайды, ол қарсы көрген. Түрекке барсақ, бауырым, ертең барайық па? Ертең барамын ба? Жақсы онда Бажеке, давай. Жауаламыз ба? Ақша жауаламыз ба? Хабарласып тұрасың ғой? Ауылда осындай жеңгелеріміз міндет түрде болатын. Жеңге, шыға тұраса киім ауыстырып алайын деп едім. Ойбай, ана ұялатын болыпты ғой. 9-шы классыңа мен шомылдырдым ғой, сен не білесің ба? I love you, baby, and if it's quite alright, I need Айылды, бойдақта жасасын. Solo que me asustó, no soy del motivo, y tiré el control, baby, Танысқанымызға көп болмаса да, мен сені ұнатамын, сен мені ұнатасың, менің қызым боласың ба? Көктемнің құлпырған шағындай арайлап атқан нұр таңындай жадырайды жанымда менің балғын бағымдай сезімге жүрегім жол ашты Шахи, түсіре береміз история. Официально Ғабиттің қызы. Бұл нәзік сезімім әнмен жалғасты. Гелёкті вальске шақырып